Неге киттің құсығы соншалықты құнды? Өйткені оның ішінде алтын бар. Жоқ, кейбір ғалымдардың пікірінше кашалоттар кальмар сияқты жануарларды жегенде олардың дене бөліктерінің көбісін қорытады. Алайда олардың өткір тұмсықтары қорытылмайды. Бұл ас қорыту жүйесінде тітіркенуді тудыруы мүмкін. Сондықтан киттің ас қорыту жүйесі амбра деп аталатын балауыз тәрізді зат шығарады. Амбра өткір тұмсықтарды жауып, олардың жүйе арқылы оңай өтуіне көмектеседі. Бұрын амбра киттің құсуы арқылы шығарылады деп есептелген. Алайда зерттеулер оның басқа жолмен бөлінетінін көрсетті. Уақыт өте келе амбра ауа, тұзды су және тағы басқа заттармен әрекеттесіп, қатайып, балауыз тәрізді тасқа айналады. Бұл балауыз тәрізді тас немесе амбра кейбір парфюмерия компанияларында қолданылады. Бірақ не үшін? Бұл амбра парфюмнің терімізде ұзақ сақталуына көмектесіп, иісті тұрақты етеді. Сондықтан парфюмерия компаниялары 1 фунт амбра үшін $1000 төлейді.